әуенді тап. Угадай мелодия. Егер әуен тауып жатсаңыздар, қолдарыңызды көтеріп, айғайлаңыздар, мен жандарыңызға барам. Бүйтіп айғайласаңыздар болады. Ей, бой ұзын тамада! Или красавчик! Өздеріңіз не қылсаңыздар, мен жандарыңызға барам. Ал кеттік, ал бірінші әуен тыңдап көрейік. Бірінші әуен тыңдап көрейік, кеттік ал. Аха. Келіңіз. Бір куплет айтып берсеңіз вообще жақсы. Достар, жүрсін қайда, біргеді қой жанымыз, еске алысып осындайда, кел шырқайық бәріміз. Нау ән айтқаныңыз үшін, нау бағана тамада сендер тамақ іштіңдер ма деді ғой. Бізде ойлайтын адамдар бар. Жаным, рахмет аға. Шынымен, братан, сендер тамақ іштіңдер ма деді, бірақ сол күй берген жоқ. Сонда да бір ауыз сөзіңізге мен масуа қалдым деп қуып кетсең ары. Риза болып қалдым, шынымен, көңіл ғой енді бәрі. Ана бір анекдот айта салайыншы, вечеринка деп білесіздер ғой енді, отырыс деп. Просто анекдот. Әкесі баласына, әкең қайда десе, баласы айтады дейді, Қоран артында бакалашкамен темекі шегіп жатыр деп. Сосын не, просто анекдот деп, мына кісі түсініп жатыр әйтеуір. Анекдот деп біліңіз. Бір ауылда ешекті вообще көрмеген, ешек жануарыншы көрмеген. Сөйтіп ары қарайды, бері қарайды, ана ауылға ешек кіріп кетті. Сөйтіп анекдот просто. Сөйтіп бір ақсақалдан сұрап жатыр дейді. Ақсақал, мына өзі не жануар? Мына өзі қандай мақұлық? Өмірімізде көрмегенбіз бұндайды деп. Сөйтсе ақсақал айтады дейді. Балаларым, бұл көп жасаған қоян деп. Айта берейін ба, күшті жатыр ма? Сіздерге ұнап жатыр, сіздерге айта берсем болады. Өте ұялшақ медсестра келіншек қайнатасына уколды трикон сыртынан салады екен. Үш жеңгеміз, айта берейін ба? Сіздер шапала қарап өзіңіз бе? Айта берейін, ашыл. Сіздер де тыңдап отырсыздар ғой. Үш жеңгеміз күйеулерін айтып мақтанып атқан ғой. Біреу айтады дейді, менің күйеуім арыстандай айбатты, айлық табысы 5 миллион. Екіншісі айтады дейді, менің күйеуім жолбарыстай қайратты, айлық табысы 10 миллион. Сөйтсе үшіншісі простой екен. Үшіншісі айтады дейді, біздікте сондай бір хайуанның бірі деп. Ана бір жігіттің діннен вообще хабар жоқ бір. Ана кісі қазір түсінбей қалады қазір. Сіз түсінбей қаласыз қазір. Не айт деп сұрап отырасыз. Бір жігіттің вообще діннен хабар жоқ екен, ақымақтау жігіт айтады дейді. Алла қаласа пивнушка ашам деп. Енді ол әркім әрқалай түсінеді ғой оны. Бірақ әдемі той болып жатыр деп ойлаймын. Көп 40 жастарда бұлай енді арақсыз той жасай бермейді. Міне ағамыздың жақсы есейіп, ұл қыздарыңызға әдемі үлгі көрсетіп келе жатсыз. Міне. Әркім әрқалай түсінеді. Бір екі діндар жігіт дейді енді. Екі діндар жігіт Қапшағайда пляждың жағасына өтіп барып айтады дейді. Осы біз уағыздан тыңдап жүрген жәннат осы жер емес пе екен деп. Көңіл отырсын дегенім ғой. Ал енді жаңағы ән жалғастыра берейік айтпақшы. Ән жалғастыра берейік кет. Тоқта, ойын шартын бұзып атсыздар сіздер. Ау, міне, көрдің ба міне? Келіңіз ортаға, келіңіз. Айтып беріңіз. Миллионы алых роз. Из окна видишь ты, что влюблен, кто влюблен. Бол, даже люблен деген тілгемей деген. Сен де жаңа той. Енді қазір тапсаң да кім? Ахмет, тапсаң да таппағандай отыр. Аха? Білмегендей болып. Алмаған адамдар алсын. Ал кет қарғырай. Ойын шартын бұзып атсыздар. Міне, бойызын тамада дейді міне. Міне, айт беріңіз. 30-дан асып барамын. Сосын?
солай да солай қарағым 30-дан асып бар Сұқтанып тұрып жанарың. ой басынан бастамай ақ қойсаңызшы. Иә, жақсы бірақ көңілдеріңізге рахмет. Ана кісіге де сыйлық берейін. Сізге бердім ғой жаңа, иә. Ана кісіге берейін. Жарайды. Сыйлықты алған сайын қарап отыр, не береді екен деп. Ана брелок керек жоқ болып тұр. Ешкімге брелок керек жоқ болып тұр негізі. Мен соны біліп тұрмын да. Так, келесі әуен. Айтыңыз. Қайрат Нұртаспен маскүнем. Жоқ. Келіңіз, ортаға келіңіз. Айтып беріңіз, бір күлбет. Билеп беріңіз, маэстро. Рахмет. Ал кет. Девочка қарағанда, ана қыз маған қарағанда, в общем, ар жағын білмеймін. Бірақ точно сол өлең ғой. Жарайды, сондай сыйлық берейік. Ашып ішінен біреуін беріп отсай. Так, енді жаңағы нелер дайын ба?